Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті сессияға қатысушылар. Бір жаңа ұялы телефондарыңызды өшіріп қойсаңыздар, дауыссыз дауысқа қойып қойсаңыздар, сессия жұмысына кедергі болады. Рұқсат болса, онда сессия жұмысын бастайық. Қайырлы күн, құрметті депутаттар мен сессия қатысушылар. Бүгінгі сессия отырысына Қонаев қаласы мәслихатының 11 депутатынан 9 депутат қатысып отыр. Кворум бар. Сессияға қала әкімі Асхат Ермекұлы Бердіханов, қала әкімінің орынбасарлары, сонымен қатар осы мәселеге қатысты бар мемлекеттік органдардың басшылары мен өкілдері қатысып отыр. Жұмысымызды бастаймыз. Құрметті депутаттар, сессияны ашу жөнінде қандай ұсыныстарыңыз бар? Ашылсын. Онда дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, сессия бірауыздан ашылды. 43-ші сессияны ашық деп жариялаймыз. Сессияның күн тәртібінде бір сұрақ қаралады. Ол 2024 жылға арналған Қонаев қаласы және ауылдық округтерінің бюджеттерін атқарылуы туралы. Баяндайтындар Алматы облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі Болат Бекевич Исжанов, қалалық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Ләйла Қаракүшқызы Келдібекова, қалалық мәслихаттың бюджет, қаржы және өңірдің экономикалық даму мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия төрайымы Айман Ғалымжанқызы Ракишева. Құрметті әріптестер, күн тәртібін бекітуіміз қажет. Күн тәртібі енгізілген мәселелерге ұсыныстарыңыз бар ма? Күн тәртібі бекітілсін дегендеріңіз дауыс берулеріңізді сұраймыз. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібі бекітілді. Олай болса, сессия жұмысының келесі регламент ұсынады. Сөз сөйлеушілерге 5 минутқа дейін уақыт беріледі, баяндамашыларға 7 минутқа дейін. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Мәселені дауысқа саламын. Ұсынылып отырған регламент бекітілсін дегендеріңіз дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, регламент бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі сұрақ бойынша сөз Алматы облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі Болат Бекевич Исжановқа беріледі. Саламатсыздар. Құрметті Асхат Ермекұлы, Серік Нұрқадырұлы, құрметті депутаттар және жиынға қатысушылар. Алматы облысы бойынша тексеру комиссиясының отырысында 2024 Қонаев қаласының бюджетін атқару бойынша есебі. Қазақстан Республикасы мемлекеттік аудит және қаржы бақылау туралы заңның 51 бабына сәйкес Алматы облысы бойынша тексеру комиссиясы 2024 жылға Қонаев қаласы бюджетін атқару туралы есеп. Қала бюджетін атқару туралы бағалау, өңірді дамыту, қорытындыларды туралы статистикалық деректер тексеру комиссиясының сұраулар бойынша ұсынылған жергілікті уәкілетті органдардың ақпараты, ресми көздері деректері пайдаланылды. Тиімділікті талдау және бағалау негізінде Алматы облысы бойынша тексеру комиссиясының жергілікті бюджеттің атқаруына жетілдіру және мемлекет активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша тиісті тұжырымдар мен ұсынымдар қалыптастырылды. 2025 жылдың 1 қаңтарына жылға қарасты 27 заңды тұлға ретінде тіркелген қалада 16 мемлекеттік мекеме, 15 мемлекеттік органдар, 3 коммуналдық мемлекеттік мекемелер, 1 жауапкершілікті шектеулі серіктестігі, 5 шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындар. Қонаев қаласының 2024-26 жылдарға арналған бюджеті Қонаев қаласы мәслихат сессиясының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы 1751 шешімімен бекітілген. 2024 жылдың қорытындысы бойынша бюджеттік параметрлердің орындалу түсімдер бойынша 40 миллиард 723 миллион 805,9 мың теңге немесе жоспарға 108% құрап отыр. Шығыстар бойынша 45 миллиард 113 миллион 439 мың теңге немесе 99,2% құрады. Қонаев қаласы бойынша 2025 жылдың 1 қаңтарына дебиторлық берешектер жоқ. 2024 жыл қалалық бюджетке түсімдер 45 миллиард 148 миллион 603 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 100,7% құрап отыр. Кірістер 40 миллиард 723 миллион 805 теңге. Бюджеттік кредиттерді өтеу сомасы 10 миллион 155,8 мың теңге. Қарыздар түсімдері 4 миллиард 414 миллион 642 мың теңге. Салықтық емес түсімдер 1 миллиард 194 миллион 310,4 мың теңге. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 373 миллион 837,5 мың теңге. Трансферттер түсімдері 14 миллиард 187 миллион 752 мың теңге.
Оның ішінде нысаналы трансферттер 3 миллиард 745 миллион 460 мың теңге, республикалық бюджеттен 799 миллион 473 теңге, даму трансферттері бойынша 10 миллиард 441 миллион 557, оның ішінде ұлттық қор есебінен 1 миллиард 958 миллион 560 мың теңге. 2023 жылмен салыстырғанда трансферттер түсімдер ағымдағы нысаналы трансферттер 3 миллиард 704 миллион 719 мың теңге, немесе 50,3% аз түсті. Нысаналы даму трансферттері 7 миллиард 564 миллион 450 мың теңге, немесе 58% аз түсті. Қонаев қаласы экономикасы негізгі басым бағыттар өнеркәсіп және туризм және ауыл шаруашылық салалары. 2024 жылдың әлеуметтік экономикалық даму қорытындыларынан аудан өсу динамикасы байқауға болады. Ауыл шаруашылығында 26-дан 5 миллиард теңге жиынтық өнім өндіріліп, нақты көлем индексі 100% құрады. Өнеркәсіп орындарымен өндірген өнім көлемі 80-5 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі 108% құрады. Екі өнеркәсіп өндірісі ашылды. Тартылған инвестицияның жалпы сомасы 2,6 миллиард теңгені құрады және 85 жұмыс орны ашылды. Шағын және орта бизнес саласындағы белсенді кәсіпкерлік субъектілерінің саны 6713-ке толды. Оларда 16700 адам жұмыспен қамтылған. 715-те 9 миллиард теңгені өнім өндіріліп, салық түсімдері 39,5 миллиард теңгені құрады. Бұл жалпы бюджеттік түсімдердің 31%. Негізгі капиталға 103-те 1 миллиард теңге тартылды. 2023 жылмен салыстырғанда өсу қарқыны 116,3%-ға жетті. Нақты көлем индексі 114-те 8. Қонаев қаласының негізгі туристік саласы 140 туризм нысаны орналасқан. Қапшағай су қоймасының ресурстарына тиесілі. 2024 жыл мониторингіне сәйкес демалушылар саны 1,5 миллион адамды құрады. Көрсетілген қызметтер көлемі 1 миллиард 193-те 9 миллион теңге. Қонаев қаласы мәслихатының 2023 жылы 29 желтоқсандағы 1751 шешімімен бекітілген мамандарды әлеуметтік қолдау шараларына іске асыру үшін бюджеттен 7 миллион 384 мың теңге, көтерме жәрдемақы 14 миллион 768 мың теңге бюджеттік кредит төленді. Қонаев қаласының қалалық бюджеттің атқарылуын бағалау нәтижелері аудандық бюджеттердің атқарылуы негізінен Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына және мемлекеттік бюджеттік бағдарламалардан көзделген нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге бағытталған бюджет қаражатының нысаналы сипатына сәйкес келетіндігі көрсетті. 2024-26 жылдың аралығында Шеңгелді және Заречный ауылдық округтерінің бюджет Қонаев қаласының ауылдық округтерінің 2024-26 жылдарға 29 желтоқсандағы 23 жылғы 1752 мәслихат сессиясымен шешіммен бекітілген және тиісті ауылдық округтер әкімдердің шешімімен орындалды. Шеңгелді ауылдық округінің түзетілген бюджет түсімдері бойынша 353 миллион 267 мың теңге, немесе бекітілген жоспарға 111-де 4%. Шығыстар бойынша 358 миллион 872 мың теңге, немесе бекітілген жоспарға 113-те 2% құрап отыр. Заречный ауылдық округінің бекітілген түсімдер бойынша 204 миллион 251 мың теңге, түзетілген жоспар бойынша 28 миллион 612 мың теңге құраған. Шығыстар бойынша 204 миллион 251 теңгені түзетілген 29 миллион 843 мың теңгеге. Заречный ауылдық округ Алатау қаласының берілгендіктен 175 миллион 639 мың теңге Алатау қаласына берілген. Жоғары аталғандар негізінде ала отырып жергілікті атқарушы органдарға келесі ұсынымдар жасалады. Жергілікті бюджеттік кірістер және шығыстар бойынша қалыптастыру және атқару кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы бюджеттік және өзге де заңнамаларды басшылыққа алуды, өңірдің әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерін жоғарылату бойынша нақты шаралардың жоспарын қалыптастырып жүзеге асыруды, инвестиция тарту бойынша жұмыстарды күшейту, бюджет қаражатын уақытылы, тиімді және мақсатты жұмсалу бойынша жұмыстар күшейтілсін, қалыптасқан дебиторлық қарыздардың жойылуы бойынша жұмыстарды күшейту, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру нәтижесінде күтілетін әлеуметтік экономикалық пайданы алу мақсатында жобалардың уақытылы және сапалы жүзеге асырылуына бағытталған шаралар қабылдансын. Бюджет қаражатын пайдалану кезінде бюджеттік бағдарлама актившілер түпкілікті және тікелей нәтижелерге қол жеткізуге және бюджеттік бағдарлама тиімдігін арттыруға бағытталған шаралар толық қабылдансын. Қаланың коммуналдық меншігіндегі квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмысының тиімділігін арттыру бойынша жұмыстар атқарылуы ұсынылады. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Рахмет, Болат Болатович. Құрметті әріптестер, баяндама аяқталды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, рахмет. Так, құрметті әріптестер, келесі сөз кезегі Ләйла Қаракүшін Келбековаға. Еще постоянно отчета
давайте на голосование именно по принятию этого отчета. И как председатель постоянной комиссии по бюджету я хотела сказать, что работу надо признать удовлетворительной. Имеется корректировка, замечания, но я так думаю, что они никак не могут повлиять на работу именно этого бюджета. Рахмет. Әріптестер, қолдаймыз ба? Онда дауысқа салайық. Рахмет. Онда бірауыздан қабылданды. Расында кеше біз тиісті сұрақтарды қойып, депутаттар Асхат Ермекұлы жаңа осы жерде мекеме басшыларының бәріне тиісті жауаптарды алдық. Енді кешегі өзіңізге айтқандай бір өтініш, жаңа біздің депутаттар берген сауалдарға, хаттарға уақытында бізге жауап беріп отырса, сол негізгі жұмыстарымыз бір ары қарай енді жұмысымызды жалғастырамыз деп ойлаймын. Енді қорытынды сөз өзіңізге. Құрметті Серік Нұрқадыұлы, құрметті депутаттар, әріптестер, бүгін сессия маслихаты ойлаймын жемісті өтті. Бізде үлкен алдымызда үлкен мерекелер күтіп тұр. Қалалық қызметкерлер оларға дайындығына жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар маусым айында бізде высокий дейді туристік сезон маусымы басталады. Оған да жұмыс жасалынып жатыр. Бүгін сіз қала үшін қабылдаған шешімдер, барлық шешімдер, мен ойлаймын, қаланы жайлы және қолжетімді ортасына оң әсер етеді. Все те решения и все те отчеты, которые мы совместно с вами принимаем, вы рассматриваете. Вчера мы проводили тоже отчетную встречу с общественным советом. Соответственно, то же самое живое обсуждение, оно есть, оно присутствует. Я потом на встречах с населением тоже самое убеждаем, что вы сами заметили. По инфраструктуре вопросы инфрақұрылым бойынша. Енді алдында бір жыл бұрын бір микрофонға 15-20 адам шықса, қазіргі таңда 3-4 ғана шығады. Халықпен кездесуінде. Жеке қабылдау да сол бізде. Ал бір аптада тәртіп бойынша тек қана бір рет жеке қабылдау өткізетін болатынбыз. Қазіргі таңда апта сайын 3-4 рет өткізеді. Тек қана 3-4 адамға келеді. Басқа келмейді. Көбінесе сол жиқан сұрақтар. Все остальные вопросы, которые не связаны, я имею в виду, с городским бюджетом, которые больше связаны с республикой, с республиканскими решениями, с областным бюджетом, мы на них повлиять не можем при отсутствии бюджета. Но благодаря и вам, депутатам, депутатскому корпусу, есть неравнодушные граждане, есть инвесторы, которые помогают, оказывают посильную помощь городу, уязвимым социальным слоям. Есть отдельная категория бизнесменов, которые практически постоянно помогают, вне зависимости от личностей, возможностей. Хотелось бы вам выразить сегодня большую благодарность. Впереди действительно большие праздники. Келе жатқан мейрамдарымыз баршамызға құтты болсын, құт береке үйден кетпесін, табыс пен сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Онда құрметті әріптестер, бүгінгі сессия отырысын жабық деп жариялаймын. Қатысқандарыңызға рахмет. Тағы да